балалар? Сәлеметсіз бе? Балалар, біз бүгін өрт қауіпсіздігі туралы сендерге мәлімет беретін боламыз. Балалар, біз үйде үлкендердің көмегінсіз ешқандай тоққа, светке жақындауға болмайды екен. Балалар, өрт болған, от жанып кеткен. Қоқыстың ішіндегі қағаздарды үлкендердің көмегінсіз біз өртеуге болмайды екен. Балалар, мына не екен? Спичканы ұстауға бола ма? Қан бәрін былай істетейікші? Болмайды, спичканы ұстауға болмайды. Балалар, мынандай топты ұстауға болады ма? Болмайды. Қане дейді? Болмайды. Апай кешке әкесі ананы ұстады. Балалар, үйде кір машинасы қосылып тұрса тоққа, оның ішіне қолын салуға бола ма? Болмайды екен, балалар, түсінікті ма? Ешқандай топты ұстауға, газды ұстауға болмайды. Болды. Балалар, назар аударыңдар. Өрт дабылы соғылды. Сабыр сақтаймыз. Апай, не істейміз? Bir қатарға тұрамыз. Асықпай сыртқа шығамыз. Жүгірмейміз. Бір-бірімізді итермейміз. Бір-бірімізге көмектесеміз. Барлығы осында ма? Жарайсыңдар. Біз қауіпсізбіз. Мен отпын, өрт қауіпті. Мен жанармаймын, мені өрттен сақта. Мен қоқысқамын, ішімде өрт шықпасын. От қауіпті, сақ болыңыз. Қоқысқа от қоймаңыз. Өрт сөндіргішті қолданыңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері. Төтенше жағдай кезінде 101 нөміріне қоңырау шалыңыз.